Білім және ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету комитеті сапалы білім беруде бақылау жүргізіп, білім және ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету бойынша жобаларды іске асыратын ведомство. Комитет төрайымы Гүлзат Көбенова. Білім және ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету комитетіне мына басқармалар қарайды. Әкімшілік жұмыс басқармасы, аумақтық органдардың қызметін үйлестіру басқармасы, мемлекеттік қызметтер басқармасы, білім беру қызметін талдау және мониторинг басқармасы, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру саласындағы бақылау басқармасы, ғылыми кадрларды аттестаттау басқармасы. Комитетте 41 қызметкер және оған қарасты 14 облыс пен басты 3 қаладағы өңірлік департаменттерде 154 адам жұмыс істейді. Мемлекетіміз ұстанып отырған саясаттың басты бағыттарының бірі сапалы білім беру. Өйткені білім беру саласы еліміздің дамуында стратегиялық маңызға ие. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев еліміздегі жоғары оқу орындары жұмысының сапасын арттыруды тапсырған болатын. Білім және ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету комитеті еңбек нарығына сұранысқа сай білікті мамандарды даярлау жұмыстарын жетілдіру мақсатында жоғары оқу орындарында профилактикалық бақылау және жоспардан тыс тексерулер жүргізді. Соңғы 2 жылдың ішінде 14 жоғары оқу орындары бас лицензиясынан айырылып, тағы 5 білім орны жабылу алдында тұр. 61 университет бейінді емес даярлау бағыттары бойынша лицензияның 400 қосымшасын қайтарды. Биыл комитет болашақ құрылысшыларды, сәулетшілерді, заңгерлерді, қаржыгерлерді, бағдарламашыларды, журналистерді даярлауға қатысты біліктілік талаптарына өзгерістер енгізді. Осылайша жоғары оқу орындарына тиісті салаларда практикалық тәжірибесі бар мамандарды тарту тетіктері іске асырылды. Ғылыми кадрларды аттестаттау басқармасы диссертациялық кеңестердің жұмысына осы жылдың наурыз айында бекітілген жаңа формат бойынша талдау жүргізді. Тексеру барысында кейбір жоғары оқу орындарының диссертациялық кеңестері жұмысты ұйымдастыру кезінде бұзушылықтарға жол беретіні анықталды. Мәселен, жоғары оқу орындарының 19 диссертациялық кеңесі белгіленген талаптарды сақтамағандықтан өз қызметін тоқтатты. Айта кетейік, кеңестерге диссертациялық жұмыстың нәтижелерін түзету немесе қайта қорғауға жіберу сияқты шешімдер қабылдауға, әрі жұмысты онлайн қорғауға мүмкіндік берілді. Педагог мәртебесі бойынша сіздің құқықтарыңызды біз қорғаймыз. Білім және ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету комитеті педагог мәртебесі туралы заң шеңберінде мұғалімдерді кәсіби міндетінен тыс жұмыстарға тартуға, олардан артық есептілікті талап етуге, мұғалімдердің мәртебесін түсіретін әрекеттерге жол бермеу мақсатында тексерулер жүргізеді. Биыл аумақтық департаменттерге құқық бұзу мәселесі бойынша 121 педагог өтініш білдіріп, олардың 94 бойынша бұзушылық фактілері расталды. Қазақстан Республикасының педагог мәртебесі туралы заңнамасын бұзған үшін жеке тұлғалар мен білім беру ұйымдарының басшылары әкімшілік жауапкершілікке тартылды. 2021 жылдан бастап сыртқы бағалаудың жаңа моделі енгізілді. Оқушылардың білім жетістіктерін мониторингтеу арқылы олардың функционалдық сауаттылығын бағалауға мүмкіндік береді. 4 және 9 сынып білім алушыларының функционалдық сауаттылығын бағалау үшін математикалық, жаратылыстану, ғылыми сауаттылық және оқу сауаттылығы бағыттарына Times, PISA, PIRLS сынды халықаралық салыстырмалы зерттеулердің талаптарына ұқсас тапсырмалар әзірленді. Биылдан бастап балабақшаларда, мектептерде, колледждерде және әскери арнаулы жоғары оқу орындарында мемлекеттік аттестаттау енгізілді. Мемлекеттік аттестаттау аясында оқушылардың білімдерін бақылау, ата-аналарға сауалнама жүргізу, білім беру ұйымдарының өзін-өзі бағалауы сынды тетіктер арқылы жүзеге асырылады.
Комитетке қарасты мемлекеттік қызметтер басқармасы білім беру ұйымдарына шығатын ресми құжаттарға апостиль қою жөніндегі нормативтік құқықтық актілерді, білім туралы құжаттарды тану қағидаларын, сондай-ақ білім туралы құжаттарды Қазақстан Республикасының аумағында танылатын шетелдік жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының тізбесін әзірлеу бойынша жұмыс жүргізеді. Тұтастай алғанда көрсетілген мемлекеттік қызметтерді сапалы ұсынуды үйлестіреді. Сапалы білім, саналы ұрпақтың өмірлік азығы әрі ел экономикасының дамуындағы қозғаушы күші. Қазақтың аса көрнекті ағартушысы Міржақып Дулатұлы жақсылыққа бастайтын жарық жұлдыз оқу деген. Расымен де сапалы білім беру арқылы ғана еңбек нарығында әлемдік бәсекеге қабілетті мамандар даярлап, интеллектуалды қоғам орнатуға болады.